Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге криптоманьяк және де біз бүгін жаңа NFT ойын жайлы сөйлесетін боламыз. Ол NFT ойыннан қанша уақытта өзіміздің ақшамызды ақтап ала аламыз және де үстіне қанша ақша табуымыз мүмкін. Солардың барлығын сіздерге осы видеода айтып беретін боламыз. Сол себепті де видеоны міндетті түрде соңына дейін көреміз. Каналға әлі тіркелмесеңіздер, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Себебі біз бұл жерде әртүрлі крипто жаңалықтар немесе NFT ойындар жайлы, NFT ойындардан қанша табуға болады және де тегін қалай NFT алуға болады, соның барлығын осы каналда айтатын боламыз. Сол себепті де осы каналға міндетті түрде тіркеліңіз, видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Ал енді қараңыздар, проект Bomb Crypto 2 деп аталады. Осыдан бір жыл алдын Bomb Crypto 1 деген дәл осындай проект болған. Яғни осы Bomb Crypto 1-ді жасаған разработчиктар, яғни Bomb Crypto 2-ні жасап шықты. Айырмашылығы мүлдем жоқ деп айтуға болады бұл жерде. Тек қана бір ғана айырмашылық, бұл полигонның сетінде. Ал Bomb Crypto 1 ол Binance-тың сетінде болған. Binance-та білесіздер, комиссия көбірек, полигонда комиссия почти жоқ деп айтуға болады. Сол себепті де бұл жақсы деп ойлаймын. Ал енді қараңыздар, Bomb Crypto 1-дің токенін просто көрейік. Міне Bomb Crypto 1-дің токені бұл. Яғни бір жыл алдын шыққан проекттің токені. Мысалы, алды бүкіл уақытын көретін болсақ, міне проект көргендеріңіздей 2021 жыл шыққан. Ең бірінші $1.7 болған, одан кейін көтерілген $5 дейін, одан кейін түскен, $1 дейін түсіп, одан кейін рост басталған. Көргендеріңіздей, ол кезде әрине медвежий рынок емес, қазір білесіздер, медвежий рынок барлығы криптовалюталар почти түсіп, өте қатты түсіп жатыр деп айтсақ болады. Ол кезде рынок жақсы болған, барлығы жақсы болған. Сол себепті де мүмкін өте қатты өскен. Көргендеріңіздей $8 дейін көтерілген, $1-дан, одан кейін жай құлаған, тағы да көтерілген. Почти проект осы жерге дейін есептеген кезде, 0.14-ге дейін есептеген кезде, проект 5-6 ай бойы жақсы доход берген. Одан кейін көргендеріңізде түсіп, почти қазір уже Bomb Crypto 1-де доход өте аз. Ал енді Bomb Crypto 2-мен айырмашылығы, мысалы Bomb Crypto 2-ның токенін көрейік қазір. Жауа салсақ болады. Міне қазір көргендеріңізде $1-да тұр. 0.93 цент. Проект шыққанына міне 14 алдыңғы айдың 14-не шыққан, яғни почти бір ай болды, 26 күн нақтырақ айтсақ. Ал деген басатын болсақ, бұл жерде міне токен шыққаннан бері почти $0.5-дан шыққан, одан кейін $1.60-ға дейін көтерілген, одан кейін тағы да 0.43-ге дейін құлап, қазір $1-дің айналасында жүр. Ары қарай да құлауы мүмкін. Себебі білесіздер, бұл қазір рынок онша емес, және де Bomb Crypto 2, Bomb Crypto 1 сияқты адамдарды тарта алмады. Реклама өте аз жасағандықтан болуы мүмкін. Болмаса, білмеймін, Bomb Crypto 1 сияқты адамдарға қатты өтпеді. Мен Bomb Crypto 1-ге кірмегем, яғни өзім ақшам салмағам, Bomb Crypto 1-ге вообще ойнамағам. Ал енді Bomb Crypto 2-ге просто кіріп көрейін деп шештім, және де сол жайлы кішігірім осы видео деп айтуға болады. Қараңыздар, Bomb Crypto бұл бір ғана токен бар, және де бұл токенмен біз не істей аламыз? Әртүрлі ивенттерге қатыса аламыз, герой сатып ала аламыз бұл токенге, және де токенді кәдімгідей биржаға сатып ақша таба аламыз. Өздеріңіз көргенде шетінде Telegram, Discord барлық каналдар тұр. Ал енді проекттің өзіне көшсек. Тоқтаңыздар, қазір white paper оқышайын. Бұл жерде рандомна геройлар шығады, және де бұл жерде геройлардың түрлері бар. Мысалы, қазір өздеріңіз оқып танысып шығасыздар, мен сіздерге тек қана керек деген жерлерін көрсетейін. Мысалы, геймплей айтудың қажет жоқ деп ойлаймын. Игровой режимде болу керек. Қазір маған просто сіздерге әртүрлі геройлар шығады. Бұл жерде біз букстар сатып аламыз токенге, және де ол букстың ішінен рандомна бізге геройлар шығады, персонаждар шығады. Былайша айтқан кезде персонаждар өздерінің редкстарына қарай бөлінеді. Мысалы, ең әлсіз персонаж ол Камонка, одан кейін Рар, одан кейін Супер Рар, одан кейін Легендарный, одан кейін Супер Легендарный деген сияқты 5 түрі бар. Қазір мен что-то таба алмадым, алдын ашып дайындап қойған едім. Міне қараңыздар, қазір просто проектке кіреміз, коннект етеміз MetaMask'ты. Подпись басамыз. Мен де қазір пароль жаза салайын.
Мен бұл проектке кеше кірдім және де бүгін ровно бір күн өтті. Бір күн уақытта қанша татқанымды қазір сіздерге айтып беретін боламын. Және де мен өте аз суммаға кірдім, себебі жай ғана эксперимент ретінде, себебі $1 менің ойымша бұл дәл қазір қымбат сияқты токен. Мысалы мен өзім ойымша қайтадан 0.5-ке дейін түсу мүмкін. Мысалы осы жерде 0.5 болған, 0.5-ке дейін түсу мүмкін. Сосын 0.5-тің айналасында тағы да бір ай уақыттай жүріп, одан кейін ары қарай төмен қарай түсу мүмкін. Бірақ әлі ешкім білмейді, себебі білесіздер, почти жақсы проект болған жоқ. Яғни NFT ойындар шыққан жоқ, себебі жазда барлығы демалыста болды. Ешкім бұндай проект разрабатывать етуге желаниясы жоқ деп айтуға болады. Шынымен өте аз болды. Былайша айтқанда ешқандай ойын болмады. Сол себепті де менде де видеолар болмады біраз. Міне қазір проектке келдік біз. Қараңыздар, бұл жерде хаус деген жерде біз типа үйіміз болады. Үй менде жоқ. Герой деген жерде біздің геройларымыз болады. Қараңыздар, менде қазір 3 герой бар. Ең бірінші мен 3 букс аштым. Ең біріншісінде менде комонка шықты. Міне комонка. Бұл өте аз ақша табады. Мысалы одан кейін рарка шықты. Міне екіншісі. Жоқ, екіншісінде менде супер рарка шықты. Яғни супер рарка деген жақсы, бірақ ең мықты деп айтуға болмайды. Орташасы. Одан кейін рарка. Үшіншісінен рарка шықты. 3 букс аштым. Үшеуінен 3 түрлі герой шықты. Яғни менде ең жақсысы бұл жерде супер рарка. Почти жақсы табады деп айтуға болады. Одан кейін рарка. Одан кейін комонка почти өте аз табады. Міне бұл жерде қазір шоп деген жерге кіреміз. Міне бұл жерде осы жерден герой сатып аламыз. Buy hero деп тұр. Басасыздар, buy. Міне бір герой 10 токен тұрады. Яғни былайша айтқанда $9,5 тұрады. Бір геройды біз $9,5 сатып аламыз. Мысалы 10 токен дейтін болса, я $9.40 сатып аламыз бір геройды. Ал если одан көп аламын десеңіздер 5 алуға болады. Максимальный 15 алуға болады. Яғни бір аккаунтқа максимальный 15 алуға болады. Ол деген примерно $138-139 болады. Соған алатын болсаңыздар 15 герой сразу 15 букс ашасыздар. Бұл жерде баған айтқандай рандомна, яғни сізден комонка шығуы мүмкін. Мысалы 13-дей комонка шығып, 2 рарка шығуы мүмкін. Немесе легендарка шығып қалуы мүмкін. Легендарка шығатын болса, ақшаларыңызды примерно 10 күнде ақтап аласыз. Бір легендарка шықса. Менде қазір примерно мен былайша айтқан кезде 28-де $28 бұл жерге кетірдім деп айта аламын. $28 бұл проектке мен салдым. Қазір менде 3 персонаж бар. Міне 3 персонаж. Просто сандықтардың жандарына бомба қойып жүр. И бомбалар жарылған сайын сандықтардың жаны кетеді. Көргендеріңіздей, сандықтардан бізге токен шығады. Мысалы менде супер рарка тез жүреді. Комонка жай жүреді. Міне рарка сәл-сәл тез жүреді. Менде қазір балансты көретін болсақ, бір күнде ровно бір күн өтті. Бір күнде 1.44 монета алып келді. Ол деген 44. $1.35. Енді калькуляторға саламыз. Осыны көбейтеміз просто. Мысалы 20 күнге көбейтсек, 28-де 8. Мен ровно 20 күнде ақшамды ақтап алалам осы проекттен. Әрине 20 күнде токені мен ақшамды ақтап алу үшін 20 күнде токен ценасын құлатпауы керек. Дәл осы ценада тұратын болса, мен 20 күнде ақтап алалам. Ары қарай менде уже чисто доход болады. Мысалы 4 ай жұмыс жасасын проект, 5 ай жұмыс жасасын, ары қарай менде тек қана табыс табамын деп айтуға болады. Бұл жерде бірақ одан бөлек минустары бар. Қараңыздар. Бұл жерде біз ақшаны шығару үшін орысшаға аудару керек болады, наверное. Если бұл аударылмайды екен. Бұл жерде қараңыздар, тоже комиссиялар бар. Қараңыздар, 60 токенге дейін бізде 10% комиссия ұстайды. Яғни біз 60 токенге дейін шығаратын болсақ, 10% комиссия ұстайды. Минимальный шығаруға болатын 40 токен. Біз бұл ойынның ішінен өзіміздің MetaMask кошелегімізге минимальный 40 токен шығарып аламыз. Одан бөлек бізде кошелегімізде, MetaMask кошелегімізде, яғни 5 токен жату керек. Мысалы, менде қазір 5 токен жатқан жоқ. Менде 1.75 токен жатыр. 5 токен жату керек, одан кейін 40 токен бізде болу керек. Ең аз ақша шығару үшін. Одан бөлек қараңыздар, бізде 60 токенге дейін 10% комиссия ұстайды. Яғни біз 55-50 токен шығаратын болсақ, соның 10%-ын ұстап қалады. Ал если 60 токеннен 80 токенге дейін шығаратын болсақ, 6% комиссия ұстайды. Яғни мен 65
70 токен шығаратын болсам, менен 6% комиссия ұстайды. Ал если 80 токеннен көбірек шығаратын болсақ, бізден 3% ғана комиссия ұстайды. Былайша айтқанда, выгодно бізге 80 токен жинап, одан кейін шығарған. Одан бөлек автомайн бар, яғни автоматически майнит етеді. Мысалы, бұл жерде бізде қараңыздар, персонаждарымыздың, геройларымыздың үстінде жандары бар. Ол жан таусылғаннан кейін біздің геройларымыз демалуға кетеді. Мысалы, қазір басатын болсақ, қараңыздар. Міне work rest деп тұр. Демалуға кетеді. Ол демалудан біз өзіміз шығаруымыз керек. Ал если автомайн тұрған жағдайда, геройлар өздері демалады, өздері жұмыс жасайды, солай жүре береді. Бірақ автомайнға да біз ақша төлеуіміз керек. Қараңыздар, ең бірінші 14 күн автомайн тегін. 14 күннен кейін уже бізге комиссия ұстайды, яғни 7 күнде 10% комиссия ұстайды. Біздің тапқанымыз, мысалы 7 күнде біз қанша таптық, соның 10%-ы бізден комиссия ұстайды. Минимальный 3 бомб. Былайша айтқан кезде минимальный 3 токен 7 күнде ұстайды. Ал если 30 күн бойы тұратын болса, бізден 10 токен 35% комиссия ұстайды. Былайша айтқанда біз, мысалы қараңыздар, біз 30 күн бойы автомайнмен майнит етеміз. 30 күннен кейін біз ақшамыз шығаратын кезде бізден 10 токен ұстап қалады. Автоматты майнит етілген үшін біз өзіміз, былайша айтқанда біз өзіміз ештеңе жасамаймыз. Просто проект қосып қоямыз, болды. Өзі ары қарай майнит ете береді. Көргендеріңіздей дәл осы проект, бұл проект былайша айтқанда бомб крипта бірден айырмашылығы жоқ. Просто жаңа айтқандай жазда ешқандай проект болмады, енді проекттер шығып келе жатыр. Сол себепті де адамдардың көздеріне түсіп, мүмкін көбірек адамдар кіру мүмкін. Міне көргендеріңіздей токен кетті. Сандықтың жаны до конца өшкен кезде бізге токен түседі. Сол себепті проект жақсы адамдар көбірек табатын болса, тағы да 2-3 ай осы ценаны ұстап тұратын болса, ол жақсы деп ойлаймын. Ары қарай мен тағы да $50 примерно 5 персонаж алуға тырысып көретін боламын. Если 5 персонаж алатын болсам, міндетті түрде телеграмға пост қып шығарам, тағы да персонаждар типа алдым деп. Әрине сіздерге ол қызық болатын болса, проект жайлы осы, проектке кіру ешқандай қиын емес, MetaMask қосасыздар, бағанағыдай мен сияқты коннект етесіздер и Buy Hero деген жерден сатып аласыздар. Мысалы, шығасыз, мысалы, геройға кіресіз, жоқ, қателестім, шопқа кіресіз и Buy Hero деп сатып аласыз. Ал если үй сатып алатын болсаңыздар, Buy House деп тұр, сіздердің геройларыңыз тез демалып шығады. Мысалы, қазір басындағы жандар кеткеннен кейін бұған примерно тағы да бір 2-3 сағаттай персонажымыз демалуға кетеді. Ал если House сатып алсаңыздар, ол уақыты 2 есеге дейін азаяды. Оның барлығын оқып шығу керек, мен қатты қызықпадым. Одан бөлек қазір біз дәл қазір осы Trust Hunt дегенде ғана тауып жатырық. Одан бөлек жақында Adventure и Battle ашылады. Battle деген мен бұларды білмедім. Болашақта ашылатын болса, міндетті түрде осы Adventure Battleға да ролик жасайтын боламын. Әрине қызық болатын болса, тағы да персонаждар мен сатып аламын деп ойлаймын. Дәл қазір білмеймін, мүмкін мен жаңа айтқандай өзім ойымша токен тағы да ценасын құлатуы мүмкін. Сол себепті де кішкене күтем, ештеңе өзгермейтін болса, тағы да 5 персонаж сатып алуға тырысып көретін боламын. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.